Армысыздар, менің құрметті көрермендерім. Сәуленің әңгімелері атты жаңадан ашылған қазақ каналын қолдаңыздар. Мен сіздерге қызықты оқиғалар желісімен аудио әңгімелер ұсынамын. Менің арнама жазылып, лайк басып, жақсы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Нала. Әкем жұмыстан келе жатқанда бізді, ағам мен әпкемді және мені ылғи трактордың кузовына отырғызып алатын. Үшеуміз мәз боламыз, у-шу боп келе жатамыз. Әкем есіме түскенде тек осы көрініс қана көз алдыма елестейді. Анам болса, далаға үлкен қазанның астына от жағып, тамақ істеп, кейде су ысытып, кір жуып жататын. Бізді еркелетуге уақыты да аса бір мейірі де болмады. Сол жылы менің артымнан ерген інімнің дүниеге келгеніне 1 жылда толмаған болатын, ал анамның тағы аяғы ауыр еді. Түн ішінде шуылдаған дауыстар шықты. Анам талып жатыр екен. Ағам еңіреп жылап отыр. Әпкем кішкентай інімді көтеріп далаға шығып кеткен бе, көрінбейді. Төсегімнен тұра сала анама қарай жүгірдім. Бірақ бір әлеуетті қол анама жеткізбей көтеріп алды. Көтерген қалпы далаға шықтық. Дала тас қараңғы. Жүріп келеміз. Бір кезде жарығы бар үйге келдік. Әпкем мен інім сонда отыр екен. Інім ұйықтап қалған. Ал әпкемнің көзінен үрейді байқадым. Сөйтсек, біз сол түні арқа сүйер асқар тау әкемізден айырылған екенбіз. Қырманда жүрген жерінен аяқ асты жүрегі қысылыпты. Әкем қайтқан соң, уақытынан ерте босанған қарындасым анамды әбіржітіп жіберді. Бізге қарайласып, әкемнің алыс туыс ағасы пен әйелі жүрді. Жастар біразға келсе де, балалары жоқ. Олар бізге кәдімгідей қамқор болды. Жаздың соңғы күндерінің бірі болатын. Далада ойнап жүрген жерімізден әпкем бізді үйге ертіп келді. Үйде туыс ағамыздың өзге тағы бір 2 нағашыларым отыр екен. Қайнаға, осы үйдің отағасы барда, өзіңіз білесіз, бар болдық, жаман тұрмадық. Ол кісі балажан еді ғой, сіздерге бір шек өкпесін қимаса, өзі әне ана дүниеге ерте барып жатып алды. Енді мына шеттей балаларды асырап бағудың өзі қиын-ақ. Өзіңіз сұраған бір баланы сізге қидым. Үлкенім қолғанатым, әкесінің орнын басты. Қыз бала жат жұрттық қой, ал кенже ұл деген тәтті болады екен. Сізге мына ортаншыны теліп отырмын деп анам ұзақ сөйледі. Ұққаным 7-ге толып жатқанмен баласы жоқ алыс ағайындарға бала болады екенмін. Көзіме жас тығылды, менің пікіріммен санасып жатқан ешкім жоқ. Сол күні шын жетім екенімді түсіндім. Қайран әкем. Тіпті бір күнге де нағашыларыма жібермейтін еді. Анам да, әкем де барда, біз қатты сөйлемейтін. Енді бар кемімді өскенде інің кеді. Саған жаңасын сатып әпереді деп алып қалды. Аяғымдағы сынын бермеген аяқ киімімді алып қалып, жыртылып айрылғалы тұрған сандалымен жіберді. Неге мен? Деген сұраққа жауап таппай кеудемді өксік қысып барады. Әкем қайтқан соң бұрынғыдай емес, нанның өзін есептеп беретін. Даладан кіргенмен үлкендердің көзін ала бере, інімнің нанын жеп қоюшем. Сонда анам нан соғар деп ұрсатын. Демек, нанды көп жейтін болған соң мені жіберген екен ғой. Енді нанды аз жеймін, тіпті өз нанымды бопашпен інім бөлісіп жеймін. Ішіме өксік толып, іштей осылайда күбірлей бердім. Мен кетіп бара жатқанда тек әпкем жылады, ал мен онсыз да егіліп тұрғам. Анамды менің көз жасымда жібіте алмады. Осылайша мен өз үйімнен 30-40 шақырымдай алысқа кеттім. Аудан орталығы тәрізді ауыл екен. Мен келеді деп біраз дайындалғаны көрініп тұр. Арнайы маған деп дайындаған бөлмеде өмірі жатып көрмеген төсек тұр. Келе сала өгей әкеммен моншаға түсіп шыққам. Үйімнен келген киімдер солай мен екінші анамның тандырына сүңгіп кетті. Ал маған өзіме шақ киімдер әкелді. Үйренісе алмай жүрген 2-3 күнде анам келді. Далада екінші әкемнің көлігін жөндеп жатқанын қызықтап отырғам. Анам келгенде қатты қуандым. Мен алып кетуге келген екен ғой деп. Бірақ анам маған қарағанда жоқ. Жүрегі бір жола суыстын дегенде кетер-кеткенше назар салмады. Анам біраз азық түлік алып кетті. Содан кейін сол жақта тұрып жаттым. Жазғы каникулға шықсам болды, лагерге
не екінші анамның төркіні Қапшағай жаққа, әйтеуір басқа аймаққа демалып қайтуға жіберетін. Кейде туған үйіме де баратынмын. Ол жақтан мен киімнен дым қалмай жаңлағыш келетінмін. Анам жарықтық, сен ішіп жеп жүрсің ғой деп, бар дәмдіні ағам мен ініме тосатын. 8-ге көшкен жылы екінші әкем ауырып қайтты. Осыдан кейін өзімді тіпті жеп көріп кеттім. Мен әкеге жарымайтын сор болдым. Мүмкін мен бала болмасам, ұзақ өмір сүрер ме еді. Өзімді осы оймен іштей мүжейтін едім. Бірақ екінші анам ылғи мені көтермелеп отыратын. Сен асырап алғаным қандай жақсы болған. Қарашы, мен жалғыз қалар едім. Шүкір, сен барсың деп тәубесін айтатын. Екінші анаммен әкей қайтқан соң Алматыға қарай көшіп келдік. Анамның ауқатты төркіндері дайындап қойған үйге кірдік. Жылдар өте анам зейнетке шықты, ал мен беретін азық түлігіне қызығып техникумға оқуға түстім. Былайынша пысық болдым. Елдің баласы мектепті бітіріп, ата-анасына оқуға түсір деп отырғанда, мен керісінше үйге азық түлікті үйіп қоятын едім. Бітірген жылы әскерге кеттім. Анау-мынау емес, ауған жеріне. 1989 жыл еді. Қазіргідей телефон жоқ. Қан мен оттың ортасынан әрең дегенде 2 жылды жартылай өтеп қайттым. Келсем, Алматыдағы үйімізде туған анам мен бауырларым кеп тұрып жатыр екен. Ал асырап алған шешем өмірден қайтқан екен, маған хабар бергізбеген. Туған шешем келген соң бірақ естір депті. Мен үйді ағаның атына жаз. Сен оқығансың ғой, үйіңді өзің тауып ала аласың. Ағаң бізді асыраймын деп мектепті де толық аяқтамады деп әңгіме бастады. Төрде көсемсіп сөйлеп отырған шешемді туған шешем болса да қуып шықтым. Асырап алған анам тірі кезінде өзінде не алса да менің атыма жаза беретін. Үйде қала сыртындағы саяжай да менің атымда. Ауған соғысынан аздап зардап көргенмен көп ұзамай жалғыздықтан жабығып үйленемін деп шештім. Туған шешеме ара ағайындар арқылы сәлем айттым, бірақ ол кісі келмеді. Есесіне осындағы екінші шешемнің бауырлары көмектесті. Бас құда болып туған інісі, құдағи болып соның әйелі жүрді. Келер жылы ұлды болдым. Сол кезде бірақ келді шешем. Маған дер кезінде хабар бермедің. Құдағи боп мен емес бөтеннің барғаны қалай деп жай келмей өкпе арта келіпті. Және тағы бір өкпесі бар екен. Мен баламның тегіне екінші әкемнің есімін жаздырған едім. Оған да біраз шу шығарғандай шыдай алмадым. Кезінде мені керек емес артықтан соғар деп берген өзің емессің бе? Кішкентай дәрменсіз кезімде керегім жоқ еді, ал қазір менде бәрі бар болған соң керек болып қалған екенмін. Бала кезде үйге мені тек үстімдегі киімді тонап алып қалуға ғана шақыратын сияқты едің. Әкемнің дәл сен сияқты жанды тапқанын қарашы. Екінші анам нағыз анам болды. Не керек, жылдар бойы іште толып қалған запыран 5 минутта сыртқа осылай шықты. Басы салбырап кеткен шешем үнсіз қалды. Шешем ауылға қайтты. Ал інім мен қарындасым менің үйімде жатып оқуға түсті. Аракідік ауылдан тек шешем ғана емес, ағам, жеңгем де, әпкем де келіп кетіп жүрді. Алматыға келсе, тұрақтайтын үйі осы үй болды. Ақшаның басын құрап, қаланың шетінен үлкен жер сатып алып қойдым. Байқауымша, қала үлкейіп келеді. Әлақ бұл жер қала шеңберіне кіретіні сөзсіз. Көп ұзамай-ақ айтқаным келді. Жердің жартысын қомақты бағаға сатып, қалған жерге үлкен етіп сауда үйін салдым. Астында үлкен асханасы бар, шыққан шығын 2 еселеніп қайтқан соң, тағы бір жер сатып алып құрылысты бастап кеткем. Бір күн ауылдан шешең қатты ауру, сені сұрайды деген хабар жетті. Бір шаруаға бөгеліп, айтқан уақытында бара алмадым. Таң қараңғысы болатын. Тура әкем қайтқан түн сияқты, түн ішінде телефонын безектеп алып жөнелді. Тұтқаның арғы жағында әпкем боздап жылап тұр. Ауылға жедел жеттім. Анамыздың ауырып жатқаны хабардар болса да, бауырларымның шарасыз отырғанын көрдім. Соятын мал жоқ, үйде ескіріп аңқа-саңқа. Қаладағы жолдастарым да, әйелімнің туыстары да келе жатыр. Ешқандай сөзге қараған жоқпын. Ауылдан ең жаңа салынған деген үйді сатып алдым да, дереу сол жерге 2 қазақ үйді тіктірдім. Анамның сүйегі өз босағасынан шықты. Бірақ келген қонақтың бәрін екінші үйден шығарып салып тамақтандырдық.
2 жылқы 10 шақты қойды сойып тастағанда ауыл адамдары таңдайларын қағысты. Бүкіл қажеттімнің бәрін Алматыдан алдырдым. Олпы-солпы киініп, бастарын салбыратқан ағам мен інімді көріп ойландым. Кім біледі, мені де бермей алып қалғанда осы екеуінде болар ма едім, кім білген. Бірақ бәрібір көңіл түкпірінде туған анама деген сағыныш пен өкпен ала қатар туралап қалған екен. Анам қайтарында маған не айтқысы келді екен деген сұрақ бір жағынан тағы қинады. Анамның жылы өткен соң інімді қалаға көшіріп алдым. Ағама шаруа қожалығын ашып беріп, ауылдың бір шетінен қора жайын салып беріп, бағатын малына дейін сатып әпердім. Әпкем де қалаға көшті. Бір отбасын бүгінде бір өзім жайғап отырмын. Маған шешемнің айта алмай кеткен аманаты бауырларыңа қарайлас деген сияқты көрінеді де тұрады.